Астанада ауа райының күрт нашарлауына байланысты бүгін екінші ауысымдағы оқушыларда қашықтан білім алу тәртібіне көшірілді. Метеорологтардың болжамына сәйкес қалада күндіз температура -10 градусқа дейін төмендеп, түнде -25-ке дейін суытуы мүмкін. Сонымен қатар Қазгидромет пен Қазавтожол еліміздің 16 өңірінде қолайсыз ауа райы болатынын ескертті. Ақмола, Қарағанды, Батыс және Шығыс Қазақстан облыстарында және оңтүстік өңірлерде қар мен боран күтілсе, кей жерлерде тұман мен көктайғақ болуы ықтимал. Мамандардың сөзінше, мұндай қолайсыз ауа райы алдағы аптаға дейін сақталуы мүмкін. 24 қаңтарда ауа райы ашық болады. Күндіз қар жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі. Ауа температурасы түнде -10, -12 градус, күндіз +2 градус. 25 қаңтар күні қар жауады. Түнде және таңертең тұман, көктайғақ. Ауа температурасы түнде -2, күндіз +1, +3 градус.